Сәлем, қалайсыздар? Бүгін маған қызым мына видеоны көрсетіп, дәл осылай тісімді тазалатайық. Тісім сарғайып жатыр, араларын әдемілеп тазалап береді екен дейді. Ойбай, барсақ барайық дедім. Сен оған жазылу керек дейді. Ойбай дедім. Қанша екен ол десем, 15 мың дейді. Айналайын, тыныш отыр. Неше рет тазалатасың десем, бір 2-3 рет барсам болды дейді. Тыныш қана аптекадан дедім, активиріне угол әкел дедім. Өзіміздің қара көмір дәріміз бар ғой, соны әкел дедім. Осын қараңыздар, 2-3 штук аламыз. 2-3 штугын алып, жақсылап майдалап аламыз. Болған бізге керек чайный сода, жарты қасық керек болады. Көп қоспаймыз, жарты қасық қосамыз. Қараңыздар, тісті ағартуды мен сіздерге көрсетемін. Мен осы дайындап жатқаным 3 адам 4 адамға жетеді. Содан соң периксті білесіздер, перикс тістегі инфекцияға, қандай тіске құрт түскен болса да, солардың бәріне жақсы. Активиріне угылымыз неге жақсы? Ол активиріне угылымыз тісті әдемілеп ағартып, инфекциялардың бәрін шығарып тастайды. Сосын чайный содамызда ол кәдімгідей ағартып, әдемілеп береді. Сосын ең соңында зубной паста, қандай зубной паста қолдансаңыз, соны қоса бересіз. Сосын қараңыздар, оны араластырамыз зубной пастамен. Жақсылап араластырамыз. Қараңыздар, мынаның өзі 3 адамға жетеді. Осын толтырып аламыз. Бірінші өзім істеп көрсетейін мен сендерге дедім. Қарап тұрар жақтан қыздарым. Осын не қылып, жуып, қараңыздар. Әдемілеп береді. Қараңыздаршы, бармайсың, осын істе дедім мен. Ал сіздер де істеп көріңіздер. Оған барып 15 мың құртып келгенше, дәл осылай аптекадан 500 теңге де кетпейді болған.